біз бүгін сендермен қардың қасиеттерімен танысуға зерттеу жасаймыз, иә? Оның үшін балалар, сіз алып отырған мен қар, иә? Қардың түсі қандай? Ақ болады. Қар балалар қай жылдың қай мезгілі? Қыс мезгілінде бар қар жауады екен. Қар бала суық па, жылы ма? Жылы. Суық екен олар. Қар суық. Сол себепті біз қазір қарды көңілден сұрамай, алдымыздағы қасықтармен пайдаланып жасаймыз, иә? Ал кәнекей балалар, қарды біз бірінші көрейікші. Қарды біз суға салсақ, суға салып отыршы қарды. Не істейді? Суға салған кезде не істейді? Бала, кәне салайық суға. Суға салған не істейді ол? Салаға. Еріп кетеді екен. Қар бар ма, қараңдаршы? Кәне, қараңдаршы, қар бар ма ішінде? Қараңдар, қар қайда кетті? Қайда кетті қар? Суға еріп кетеді екен қар. Балалар, қар жылы бөлмеге еріп кетеді екен. Суға салған кезде де ол еріп кетеді екен. Ал енді балалар, қазір алдымызда тұрған ыдыстарға қарымызды, қасықты пайдаланып саламыз. Кәне, астын салып мынаған. София, қасықты мынаған. Қасықты қар саламыз, кәне, сәне салыңдар. Салып, мынаға саламыз. Кәне, бәріміз жұмыс жасаймыз. Қарды сала бастадық, кәне. Ана қарды аламыз. Салыңдар, астын сал. Сал бәріміз. Тағы да саламыз, көбірек саламыз. Көп салып, ағне көп саламыз қарды, көп. Көп саламыз қарды. Көбірек қар саламыз, бұлай қараңдар. Көбірек қарды саламыз, кәне. Мамар, көбірек саламыз қарды. Енді қарды басып, оны былай төңкереміз, соған міне кеспе. Енді осы жаңағы шыққан пішіндерімізді қазір күн қаламды пайдаланып, оған бояу күшін пайдаланып, бояймыз. Қардың түсін баланы өзгертуге болады екен. Оған егер біз бояушылар қосатын болсақ, бояушылар арқылы түсін өзгертеміз. Ал кәнекей енді түстерін бояймыз. Тездетеміз, тез. Болды, қаламда боя. Міне. Болды. Міне бояймыз. Былай бояймыз. Оны бояқ, кәне, бояу. Ақниет қыл қаламды алып бояу ғой. Алып бояу ғой. Жақсы балалар, кәнекей. Ой балалар, кәне қараңдаршы. Қардың түсі ақ болған. Енді бояу шоққан кезде қандай түстерге айналып отыр? Сендер сенікі қандай түске айналып отыр? Қызыл түс. Айтара сенікі көк түс, е? Мінекей балалар, бояушылар қосу арқылы қардың түсін өзгертуге болады екен. Балалар, бүгінгі біздің сіздермен жасаған зерттеуіміз ұнады ма? Біз қандай жұмыс жасадық? Қардың қасиеттерімен таныстық, иә? Жақсы балалар, олай болса, бүгінгі біздің зерттеуіміз аяқталды.